Қайырлы таң, құрметті көрермен, өзгер айдарының өткен сандарының бірінде мен ерекше бұйра шашпен шыққан едім. Әр таң мүмкіндік өзгеруге, өзгертуге. 2021 жылдың күзінің тренді афро толқындар. Бұл афро кудриде өте сұраныс көп, маған күніне 4-5 қыз келеді. Бұл жерде техникасы бюролағанға көбіне қалай ыңғайлы бола береді. Талабы жоқ. Талабы жоқ. Шашты аз-аздан алғандықтан ұзақ тұрады. Одан кейін осы локонды жасағаннан кейін сәл ашып осылай кішкене одан да әдемі көрінетін қылып жасаймыз. Табиғилық, тек табиғилық деп аталады биылғы жылдың ұстанымы. Бұл шаш үлгісін жасатқаннан кейін кәдімгідей бойыңда бір еркіндік, жеңілдік байқалады. Ұшып кететіндей болып тұрасың ғой. Шашыңызды қысып алсаңыз да, шапка киіп алсаңыз да басылмайды. Қаншама еңбекпен жасалған прическаға жаңбыр тимеу керек. Жаңбыр тисе бітті түсіп кетеді. Байды? Бера-бера шаштарың, қара-қара қастарың деп әндеткім келіп тұр бірден. Ал сіздерге не дейміз? Әдеттегідей, әдемілікті өзіңізден іздеңіз және айналаңызбен бөлісуді ұмытпаңыз дейміз. Жақсы энергетика, жақсы аура сіздерге жолдадық.